10 сынып көлденең жолақты бұлшықет ұлпасының құрылысы деген тақырыпта бізде оқушыларға бұлшықет жасушасын қалай анықтаймыз деген сұрақ. 10 сынып көлденең жолақты бұлшықет ұлпасының құрылымы деген тақырыпта оқушыларға ең бірінші мынандай сурет бересіз, және осы суреттен қайсысы жасуша, және ол жасушаны қалай анықтаймыз. Яғни жасуша дегенде бұлшықет жасушасы қайсысы деп сұрақ қою арқылы оқушылардың қызығушылығын осы жерге назарын аударуға болады. Және оларға былай түсіндіріп беруге болады. Міне бұл бізде қаңқа бұлшықеті, себебі қаңқаға сіңірақта бекініп тұр. Және бір талшығына көрсеткен бұлшықет талшығын, шоғырын. Және мынау бізде не болады? Бұлшықет жасушасы болады. Бұлшықет жасушасы екенін дәлелдейтін нәрсе ол ядро. Міне ядро деген арқылы оның сыртында орналасады. Просто бетінде. Және осыған қарап тұрып, бұл жасушаның ерекшелігі өте ұзын болады. Ұзын жасуша болып келеді, бірінші сантиметрге жетеді. Мынау жасуша болғанда, демек бізде сарколемма деген ол жасушаның мембранасы болып есептеледі. Плазма лемма деп атаймыз, плазмалық мембрана. Соларда сарколемма деген қолданады. Одан кейін мынау жасушаның өзі бірнеше мынандай миофибрила, мио бұлшықет, фибрил деген талшық деген мағынаны береді, яғни осындай талшықтардан тұрады. Және осы жерде бізде неге қаңқа бұлшықеті көлденең жолақты болып келеді?